Сәлеметсіз бе? Сізбен бірге Мақпал Ергешова. Каналым қызықты болса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Бүгін үй жағдайында сливки дайындайтын боламыз. Ол үшін 200 мл сүт және де 200 грамм сары май қажет болады бізге. Жай отта құйылған сүтіміз бен сары майымызды араластырып тұрамыз. Бізде бұл жерде сары майымыз толықтай еруі керек. Толықтай еріп болғаннан соң сары майымызды бөлек ыдысқа алып қоямыз. Және де 4 минуттай миксерлейтін боламыз. Міне біздің кілегейіміз дайын болды, яғни сливки суыған кезде холодильникке 1 немесе 2 сағатқа қалдырып қойсаңыз болады. Ас болсын.